Сәлем достар, бүгін біз Лули шеңберін телефонда жасап үйренетін боламыз. Ол үшін Яндекске кіріп, природының мультяшный PNG түрін, өзімізге қажетті түрін сақтап аламыз. Содан кейін бізге жануарлардың суреті керек болады. Мен жабайы жануарларға жасамақпын Лули шеңберін, сол себепті қасқыр, түлкі, аю деген сияқты жануарлар алдым. Тек екі түрлі жануарды көрсетем, қалған түрін өзіңіз жасап аласыз. Әдеттегідей Пиксартқа рисование, рисунки еще дегенге создать деген жеріне А4 форматын таңдап кіреміз, жоғарыдағы стрелканы басып редактировать деп екінші бетке өтеміз. Біздің көп көрнекіліктеріміз осы бетте жасалады. Енді ең алдымен природының суретін алып, яғни добавить фото деп природының суретін алып, осылай дөңгелек етіп қиып аламыз. Бұның үстінде бізде жануар тұратын болады. Дәл осылай қойып, оның жанындағы границасын таңдаймыз. Мен жасыл қылып таңдадым. Енді мен мына қасқырдың суретін таңдаймын. Қасқырдың артқы фоны жоқ екен. Осылай скачать етілді. Қасқырды әдемілеп осы табиғаттың суретіне қойып, осылай сақтап алатын боламыз. Жануарымызды природаға қойып, мен сәл жоғары көтердім, астыңғы орын керек деп. Осыны галочканы басып сақтап аламыз. Бұл қозғалмайтындай болу керек бізге. Келесі жасайтын қадамдарды мұқият қарап алыңыз. Мына жерде галочканы басқаннан кейін инструмент деген шығады. Ең бірінші тұрған сол жерде выбрать деген осындай болады. Соның ішінде овалдың ешқандай қасында плюсы, минусы жоқ түрін таңдап, осылай көріп тұрсаңыздар, қолыңызбен осындай дөңгелек жасап аласыз. Мына жерде менде дөңгелек қате болып кетті. Кетіріп, қайтып жасасаңыз болады. Енді өзіңізге шамамен мен 3-ке бөлдім, Лули шеңберін. Соны кішкене үлкенірек болып, бір салғаннан кейін екінші рет ол үлкеймейді де, кішіремейді де дөңгелегіңіз. Мына жоғарыда вырезать деген, сосын вставить дегенді басамыз. Сонда ортасы кесіліп қалады. Міне, біздің уже бірінші неміз дайын, мынаны размерін өзгертуге болмайды айтпақшы. Мына жерге қалай келіп тұр, мінекей. Осылай дұрыс па? Дәл осы размерде тұру керек қой. Размерін өзгертпейсіз. Сол үшін кішкене жоғарырақ қойып аласыз енді. Келесі бұны да сақтаймыз. Бұны сақтағаннан кейін енді қайтадан сосы овалды істейміз. Енді ортасына кішіректеу қылтып жасаймыз, дәл ортасына апарып вырезать, вставить дейміз. Менде мынау дұрыс болмай кетті. Дұрыс болды ма? Плюс па, соны басқанда дұрыс болмайды негізі. Осылай, мінекей, бұл А4 парақта сіздің бір Лули шеңберіңіз дайын деген сөз. Апарасыз, қиясыз, дайын болады, Енді бұл орталары қара болып тұрғанмен шығарғанда ақ болып шығады. Қиып, сосын ламинаттасаңыз ламинаттап, ортасына не саласыз ғой. Шығарған түрін мен тағы бір видео қылып салармын. Ортасына братцы салып ортасын. Осы бетті шығарасыз да, үшеуін кесесіз де, бір-біріне беттестіресіз де, дәл ортасынан тесесіз, инемен ба, немен тесесіз, сосын тескен жеріңізге братцы саласыз, сосын айналдырып бала ойнай береді. Ол жасалу жолын мен тағы да салармын, бір видео қылып міндетті түрде. Ал енді мен тағы бір түрін түлкіні жасап көрсетіп кетейін. Оны қарап шығыңыздар. Мына да түсінбей қалған болсаңыздар.
бұл түлкінің жасалу жолы дәл қасқырдың жасалу жолы секілді. Дәл осылай телефонда өзіңізге керекті суреттерді, жануарларды осылай лули шеңберіне салып жасасаңыз болады. Наурызда ұлттық тағамдар, жаңағы ұлттық киімдерге жасауға болады, иә. Енді бұл А4 размерде үшеуі бірге тұрғандықтан шығарғанда енді размері кішкентай болып шығады. Сол себепті бұны үлкейтіп шығарам десеңіз, ноутбукта презентацияда жасайтын боласыз. Презентацияда жасалу жолын менің YouTube каналыма салып кеттім. Қарап шықсаңыздар болады. YouTubeқа Айдана көрнекілік деп жазсаңыз, менің каналым шығады. Сол жерде көрнекіліктердің ноутбукта жасалу түрін көретін боласыздар. Мына артындағы қараға уайымдамаңыздар, ол шығарғанда ақ болып шығатын болады.